Allahu la ilaha illa huval hayy. Жалпы біз өткен жылдың ішінде аудандық мешіттің жанында зекет қоры бар. Ол зекет қорының арнайы бөлімі ретінде баспанаға жол деп ашқан болатынбыз. Себебі осы аудандық мешіт болғаннан кейін көптеген азаматтар, аз қамтылған отбасы мүшелері келіп өтініш білдіріп жатыр. Азық-түлікпей қолдан келгенше жәрдемдер жасаймыз. Бірақ соның ішінде көп кісілер басында баспанасы жоқ. Әр жерде пәтер жалданып, қиындықта өмір сүріп жатырмыз деген өтініштерін білдірген болатын. Осы мешітті салып берген азамат Бахареддин ағамыз да осы мешіт салғаннан бері бірнеше адамдарға қайырымдылық жұмыстарын көрсетіп бергеннен кейін осы мешіт қоры тек қана қайырымдылық жұмыспен айналысатын сияқты ойда келушілер көбейді. Бір-екі азаматтарға сол ағамыздың өзі де пәтер кілтін тапсырған болатын. Өткен жылы біз үйлерді алып берген болатынбыз. Мына өз шамамызға қарап ауылдық округтерден осы Жетісай қаласында осы баспанаға жол қайырымдылық қоры деп атауын аштық. Жалпы осы уақытқа дейін біз 7 үйді алып бердік мұқтаж отбасыларға. Ал енді биылғы жылы енді бір жер учаскесін іздедік. Осы үй салсақ, елден бастап енді қанша дегенмен жаңа үй салынып кетсе, ол енді көп жылға сол отбасыларға баспана болады. Себебі біз алып берген үйлердің барлығы жаңа талапқа сай үйлер болған жоқ. Жөндеу жұмыстарын жүргізіп, сол үйлерді табыстадық. Дегенмен ол алдағы бір 2 жылда ма, 3 жылда ма тағы бір жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Сондықтан біз жер іздеп Қазыбек би ауыл әкімшілігіне барған болатын. Сол ауыл әкімшілігіне барып соғып, алғашқы әкіммен кездескенімізде, егер сіздер осы үйді мұқтаж отбасыларға салып беретін болсаңыздар, біз әкімдік тарапымыздан осы жер телімін біз өзіміз шешіп берейік, сіздерге жер берейік, сіздер осы баспананы басаңыздар деп бізге жылы қарсы алды ауыл әкімі. Сонымен басталып кетті, осы көктемді бастады. Қазір 12 үйдің фундаменті құйылды. Енді жақын күндерде сол біткеннен кейін арғырып қышын қалап басқа жұмыстарына көшеміз. Енді бұл нәрсе енді көппен бітетін нәрсе. Ауданда енді көптеген кәсіпкерлер, жомарт азаматтар бар. Солардың енді кейбірі естіп бізге жәрдем жасап жатыр. Біз де үлесіміз қосайық. Бір өзіміздің бауырымыз, осы елдің тұрғыны баспаналы болса, өзі қажеті өтеліп жатса, соған біз себепкер болсақ, қандай жақсы деп өз үлестерін қосып жатқан азаматтар да бар. Енді осы аудан халқын, жалпы біздің елден шығып, шет жерде жүрген, басқа өңірлерде жүрген азаматтарға да айтарымыз, осы ауданда қазір баспанаға жол деген қайырымдылық қоры бар, соған үлесін қосып, сол көмегін жасаса деп біз сұранамыз. Ол үйлер кімдерге беріледі? Енді ол үйлер қазіргі таңда біз сол аса мұқтаж деген отбасылардың тізімін жасадық, алып отырмыз қазір. Оның енді ішінде көп балалысы бар, көбіне. Одан кейін отбасында мүгедек жан, асыраушысынан айырылған отбасы мүшелері бар, соларға береміз деп жатырмыз. Енді қазір енді өтініш білдіруші адам көп қой. Солардың ішінде арнайы біз осы алқа мүшесін құрдық, 11 адамнан. Солар өздері тексеріп, үйдің құрылысы біткеннен кейін ішіндегі ең мұқтаж деген отбасылардың ішіндегі қажетті адамдарын жинап, жерге тастау арқылы сол отбасыларға Алла қаласа табыстаймыз деген ойымыз бар.